Яссауи жайлы қиссалар кітабынан Алланың ризалығы. Хақ сыпырасында отырғанда бір шәкірті Әзірет Сұлтаннан Тәңірдің дидарын қалай көреміз деп сұрады. Яссауи: алдымен шариғат жолына қадам бас. Шариғат сені тарихат сорабына жеткізеді. Онсыз тарихат өткен жанның иманын шайтан алады. Құлшылық қайтсе түзеледі, қайтсе бұзылады. Әуелі соны білмек парыз. Ал тарихат дәруішті ой құмарлыққа жетелейді. Тарихатқа түскен дәруіш: бұл дүниеге қайдан келдім? Кім жіберді? Не істеуге міндеттімін? Қандай ісім пайдалы һәм баянды болмақ? Өлген соң қайда кетемін? Сұрақ жауапта хәлім нешік болар? Деген сауалдың жауабын ойланып табуға тиіс. Ой құмарлық күшейгенде пенде қиянаттан сақ болатын қорқыныш сезімін табады. Оны қауіп деп атайды. Бірақ Алланың рахметінен үмітсіз болмайды. Оны рижа дейміз. Яғни пенде қанша жерден қарабет болса да, Алланың дидарына үмітсіз болмауы тиіс. Үміті күшейгенде момынның жанарынан жас ағады. Көздің шынайы жасы көңілдегі кірді шаяды. Сол кезде тура жол айқындалады. Тура жолдың шарапаты ізгі амалға апарады. Ізгі амалдың ләззаты құлшылыққа құмар қылады. Құлшылықтың абзалы зікірдегі кәлима. Зікір иманның тамырын жуандатады. Иман нығайғанда жүрек пен тіл бір мақамда тоғысады. Екеу біріккенде дәруішті махаббат әлеміне жетектейді. Махаббат пендені Алланың ризалығына жалғайды. Оның ризалығы тыныштық әлемінің қақпасын ашады. Ол қақпа Алланың дидарына апарады деді. Алланың разылығына жетпегенімізді қалай білеміз деді. Алланың назарына түскің келсе, қыз баланы анаңды сыйла. Ұлы шайырлардан мынадай назым қалған: аналардың табаны 8 пеш бағаны. Кімдер оны сыйласа ризылықты табады. Өтесің сан сынақтан, жай аласың жұмақтан. Іс жасасаң игілі, анаң сүйіп ұнатқан. Ибалы қыз жақсы ұлға насихат сөз шашқында. Пеш деген ананың табанының астында деп сөзін бәйтпен аяқтады.